ертеңіме жарық. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Сөзден басталған өмір деген мектепке алғаш есік ашқаннан, ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе. Түстім арман жолына 42 әріппе, толы болған қызыққа туған үйде сыйлыям. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстас, жүзімнен нұр шашқан қыз. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақ күмбезді мектебім, бақытымның тұрағы. Сол бір күніміз мөлдір сырымыз, естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтыным менің. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға.
Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бәрі осында, өмірге қанат қақты жас өреңдер, асыл арман гүл атып санасында. Өзіңмен өлшеусіз нарқым менің, асқартау арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің айналайын халқым менің. Жабағылы ауылында орналасқан Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінде 2022-2023 оқу жылындағы ұшырса ұямыз, қалайша қиямыз атты соңғы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Қайырлы күн, қадірлі ата-аналар мен қонақтар. Әр мектеп әдемі кең ашқан есігін, ұшырсаң тербеген сенің де есімің, қияға ұшса да сан түрек, ұмытпас бұл үйді қастерлі бесігін. Мектебім жұмбақ бағым құтты мекен, ұшырсаң көкке самғап мен де кетем. Анамның аяулы құшағында елжіретер, шуақты күндей сұлу жер бар мекен. Мектеп деген мол қазынасы мөлдіреп жатқан, сол мөлдір әлемнен өзіне керек асыл мен гауһар киелі мекен. Мектептегі соңғы қоңырау салтанаты басталғалы тұр. Дұрыс айтасың Низамбек. Өйткені жарқын шақтың елесі қалар, ерке балалықтың куәсі болар. Бірден бір киелі мекен мектептегі соңғы қоңырау салтанаты басталғалы тұр. Бүгінгі күні 11 жыл бойы тәлім тәрбие берген ұстаздар мен ата-аналардың еңбегінің жемісі саналатын 30 жас түлектің мектеп қабырғасынан ұшып, үлкен өмірге қадам басар қуанышты күні. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгі өшпейтін күн. Жас жүректің құштары гүл, бағбан ұстаз бауылған қыстары бұл, қоштасы бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Нұрлы үміттің арқалаған арқаға, шын сәулесін тарта тұғым баршаға, шын пейілімен құрметімізді көрсетіп, түлектерді шақырайық ортаға деп, Алтын ұя мектебінің табалдырығын үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметтеп ортаға шақырамыз. Өзіміз қарды асып, болашақ көзге көрінді. Қимастықпен қоштасып, жанардан тамшы бөлінді. Сынып жетекшілері, Соңғысы соңғы өлең, өстіндеген бұл жүрек. Аудандық және облыстық семинарлардың жеңімпазы Ешебаев Марат Мұстафекұлы. Біліміңді суытпай, үміттің гүлі солмасы. Биікке ойың самғаса, мектепті сен ұмытпа, бар білімді ақтарып, білімге білім жалғасы. Жүректің оты лауласа. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз.
атыңызбен таныстырып өтейік. Жабағылы ауылдық округінің әкімі Меңілбеков Ержан Айтбекұлы. Ата-аналар комитетінің төрағасы Мылтықбаев Толыбек Төребекұлы. Ауыл имамы Нағырбеков Әбдіхашев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің кезекті жолдауында Қазақстан дарынды жастар мекені, ертең еліміздің абыройын асыратында осы талантты ұл-қыздар. Біз олардың өрісін ашып, қарым-қабілетін шыңдау үшін бар мүмкіндікті жасауға тиіспіз деген болатын. Ендеше жастарымыздың келешегі кемел, болашағы жарқын болсын. Сонымен қатар осы жылы ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіздігімізге 31 жыл толып отыр. Ал қазіргі тәуелсіз елді мәңгілік ел ретінде қалыптастырып, оны гүлдендіру біздің келер жас ұрпақтың қолында. Еліміздің барлық жастарына тек сәттілік тілейміз. Алғашқы құттықтау сөз мектеп директоры Сейдалиева Гүлшира Олжабайқызына беріледі. Құрметті Әлия Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебінің ұстаздары, ата-аналар және мектеп оқушылары. 1 маусым балаларды қорғау күні және оқу жылын аяқтау мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Биыл тұңғыш рет білім беру саласында үлкен бір өзгеріс оқу кезеңі 31 мамырда аяқталып отыр. Әрине, біздің еліміз бар жақсылықты балалар үшін жасап отыр. Бізді бір қуантатыны, біздің тәуелсіз мемлекетіміздің жастары қазіргі таңда жақсылыққа жаны құмар, өздерінің алған білімдері мен тәрбиелерін көрсете алатын, өз орындарын білетін түлектер деп танимыз. Биылғы оқу жылын біз 471 оқушымен бастап, 90-ды 473 оқушымен аяқтап отырмыз. Оның ішінде 64 оқушымыз оқу озаты. 9-шы сыныпты бітіріп отырған оқушыларымыздың ішінде 6 оқушымыз, 11-ші сыныпты бітіріп отырған оқушылардың арасынан 1 оқушымыз үздік аттестатқа үміткер. Алдағы емтихан сынақтарынан сіздерді сүрінбей өтеді деп сенемін. Өмір мектебіне қадам басып отырған 30 оқушымыз, бүгін түлектеріміз. Қанаттары талмасын, алған білімдері мен тәрбиелерінің арқасында өздерінің орнын тауып, тәуелсіз еліміздің болашағы үшін еңбек ететін біздің мақтанышымыз болады деп сенім білдіремін. Сіздерге ақ жол сапарларыңыз сәтті болсын. Енді осы оқу жылында біз аудан, облыс деңгейіндегі оқушылардың арасындағы пән олимпиадаларына, ғылыми жобаларға, байқауларға қатысып, біршама жетістіктерге жеттік. Соның ішінде облыстық байқаудан, облыстық ғылыми жобалардан орын алып келген оқушыларымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. 5-8 сынып оқушылардың арасындағы өткізілген мені қоршаған әлем ғажайып әлем бағытындағы байқаудың 3-ші дәрежелі